Тоқтай алмай бала шаған таңғы сағат 5-те алып ап, осылай Магнумға продукты алуға келдік. Не алғанымыз өзіміз білмейміз, есіміз шығып, сонымен не алғанымыз әйтеуір 5 килограмм ұн, папамыздың сүйікті кофесі, салфеткелер, тамақ істегенге пісте майы, осындай кашалар, анда-санда ерингенде салатын камил апшасы, бала-шағаға йогурт, осындай салатқа кукуруза, пицца жасағанға майонез бен кетчуп, сүйікті спагеттиім, жылына 1 рет алатын сода, осындай сүйікті майларымызды алдық, сосын 1 килограмм гречка, 1 килограмм қант алдық, осындай плавленый сыр, таңғы асқа осындай Nesquik, содан кейін бас жуатын осындай уксус алдым, одан кейін чай ішетін осындай пияз алдық, одан кейін таңғы асқа осындай балаларға капуста, каша, печенье, түнде тығылып жейтін тәтті печеньелер, осындай фарш, шаш жуатын. Обязательно осындай мусорный пакеттер, балаларымыздың сүйікті бананы, айына 1 рет ауыстыратын щетка, капуста, свекла, балаларымыздың сүйікті бананы, осын барлығына қанша ақша кетті деп ойлайсыздар, жаза кетіңіздер. Содан кейін кухняға кіріп қалсам, бала шаға деген кәдімгі шашы бытшын шығарып жатыр ғой. Енді осын бәрін орнына жайғастыру керек. Азық-түлікті апта сайын бар баламыз, көп нәрсені свежий күйінде алып жеген ұнайды, ал ұн, май, қант дегендер білесіздер, олар көпке дейін шыдайды. Таңғы асқа міндетті түрде бізде каша, сол себепті кашаның 4 түрін алуға тырысамын. Ал сіздер продуктіге ай сайын қанша теңге құртасыздар?